достар, сіздермен бірге қызық болсын анасы. Қызық болсын анасы сіздерге қызықты ақпараттарын ұсынуға әрқашан дайын. Және біз бастаймыз. Кеттік. Достар, ұзақ уақыт бойы экраннан жоғалып кеттік. Оған себеп те жоқ емес. Осыған дейінгі шығарған барлық блогтарым бәрі блокқа түсіп қалды. Барлығына арыз шағым түсіп жатты. Ал енді мен оның шешімін таптым. Енді мен қазір YouTube'дағы сілтемеге, кешіріңіздер, описанияға мен Telegram сілтемені тастап кететін боламын. Сол Telegram'да менің барлық видеоларым шығып отырады. Тамашалап көріп отырыңыздар. Ал енді негізгі тақырыпқа көшейік. Футболисттер бізге керек пе? Кеттік. Жалпы бұл футбол деген сөз ағылшын тілінен шыққан. Футбол сөзін ағылшын тілінен қазақ тіліне аударатын болсақ, аяқ және доп деген мағынаны білдіреді. Ол 17 ғасырдан бастап алған, әліге дейін дамып келе жатыр. Bir қызығы бұл ойын түрінен жалпы қарап тұрсаңыз, жай ғана қарапайым ойын. Ешкімге пайдасы жоқ. Тек өздері ғана, мысалға бір футболистердің өздеріне ғана пайдалы нәрсе, ал оған әлемдік деңгейдегі саяси жүйеде үлкен қаражаттар, бюджеттен ақша бөледі, ставка бар, әлемдік букмекерлік кеңселер бар, барлығы жан-жақтан ақша бөледі. Жалпы бұл ойынның не қызығы бар, не пайдасы бар бірінші. Футболдан дым хабары жоқ деуден аулақ болыңыздар, себебі мен де футболды білемін, ойнаймын. Просто өз денсаулығым үшін екенін білемін да, одан бір артық қаражат талап етпеймін. Және де мына жерде жазып қойыпты, Қазақстандағы ең қымбат 10 футболисттің бір айлық жалақысы 11 миллион евродан тұрады. Не бітіріп жатыр шешең? Клубы қамайды, басқа қамайды. Чисто айына 11 миллион алады да. Еще евроға теңге емес. Мен сіздерге ең керексіз нәрсенің айлығын айттым, айлық жалақысын. Ал қазір сіздерге екі мамандықты айтамын. Ең қиналып, ең нервсіз шыдамай, жұрттың негатив нелеріне қарамастан өз мамандығын жақсы көріп жұмыс жасап жүрген ең керемет мамандардың айлық көрсеткішін айтамын қазір. Айтсам бір түрлі болып қалады негізі. Мысалға, ертең біздің ауырсақ, жағдайымызды қарайды. Ауырсақ емдеп жазуға бір амал жасайды. Бізде еңбек етеді ғой деп жүрген, мысалы кешегі жағдайлар, эпидемиялық жағдайларда да көрдіңіздер, қаншама жүгіріп жүрген дәрігерлердің, ең қарапайым дәрігерлердің айлықтары 238 мың теңге еще. Ал мұғалімдердің айлығы, мұғалімдердің орташа айлық жалақысы 184.400 теңге екен. Ал қызық естіледі. Еще бұлардың андай бар ба? Туған күн, директордың туған күні, тағы басқа не болады ғой? Тағы ақша жинайтын жерлер болады мұғалімдердің, дәрігерлердің ше. Еще оған полицейлердің қатары кіреді. Осындай керекті маман иелеріне 200-300 мың арасындағы, 200-300 мыңнан төмен былай қарай айлық береді. Тіпті кейде оған да жетпейді, 60-70 мыңдық айлық алатындар бар. Жалпы оған бөлінеді. Жалпы Қазақстанда ең керексіз, ең жаман деген салаларға ғана ақшаны көп бөледі да, ал халыққа керекті, денсаулыққа қарайтын, тыныштыққа қарайтын, халықтың көзін ашатын мұғалімдерге, дәрігерлерге мүлдем жағдай қарастырылмаған. Қазір көбісі жазатын шығар комментарийға, Қазақстан атын шығарып жүр ғой, анау ғой, мынау ғой деп. Өз басым Қазақстан атын шығарып дүркіреткен бір футбол команданы көрмедім, бар ғой. Бір әлемдік чемпионатта 3-ке кірді дегенді естімедім. Жалпы 10-қа кірді ма олар? Жалпы олар финалға шықты ма?
финалда Қазақстан жүр деген нәрсені вообще естімегенмін ғой ондайда. Футболда қаншаға не қылып жүрсек те. Оған қазір әлемдік деңгейде барлық шетелдерден мықты футболистерді сатып алып келеді. Қараңыздар. Алматылық Қайраттың бразилиялық футболшысы Вагнер Лав қанша жалақы алады? Вагнер 1 секундта 19 теңге, 1 минутта 1100 теңге пайда тапса, 1 сағатта 69 мың теңге, ал бір күнде әмиянын 1 660 мың теңгеге қампитады екен. Жалпы енді осылар не керегі бар енді, сатып алып келді, оны ойнап атқан. Олар кеп бір жақсы ойнап кетсе мейлі ғой, бір финалға шығып, анау әжептер көтерілсе мейлі ғой. Жоқ, футбол әрі сол күйінде. Одан бөлек UFC де бар. Көптеген спорт түрлері, жалпы артта қалған спорт түрлерінен ынталандыратын бір ақша емес оларды. Оларға мынандай қылу керек, менің ойымша. Бір үлкен кубок немесе әлемдік деңгейдегі кубокты алмай, жалақы төленбейді деген заңмен қарастырылса, менің ойымша дұрыс болатын сияқты сол. Ал сіздердің ойларыңыз қандай, комментарийға жазып кетіңіздер. Енді бес саусақ бірдей ойламайды бәрібір. Назарларыңызға көп рахмет. Бұл сіздермен бірге қызық болсын анасы. Артық кеткен жерлерім болса кешіресіздер. Touch it, bring it, pay it, watch it, burn it, leave it, stop format.